Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дегеніміз бүйректің құрылымдық қызметтік бірлігі нефрондар санының азаюымен, сонымен қатар қалған нефрондардың функциясын өзгертіп, экскреция және секреция қызметтерінің бұзылысымен бүйректің ішкі ортаның тұрақтылығын ұстап тұру қабілетінен айырылуымен сипатталатын синдром. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезіндегі этиологиялық факторларға мыналар жатады. Яғни жеделше созылмалы гломерулонефрит, созылмалы пиелонефрит, интерстициялық нефрит, бүйрек тамырларының аурулары, яғни бүйрек тамырларының стенозы, артериялық гипертензия, несеп бөлу жүйесінің аурулары, яғни бүйрек тас ауруы, гидронефроз, несеп жүйесінің ісіктері, одан кейін дәнекер тін аурулары, жүйелі қызыл жегі, жүйелі склеродермия және васкулиттер. Васкулиттерден яғни түйінді полиартерит және де геморрагиялық васкулит жатады. Келесі зат алмасу бұзылыстары, яғни қант диабеті, подагра және де амилоидоз, туа біткен бүйрек аурулары, бүйрек поликистозы, бүйрек гипоплазиясы, альпорт және фанкони синдромдары жатады. Осының ішінде бірінші және екінші қатарда тұрған, яғни жеделше созылмалы гломерулонефрит, пиелонефрит және интерстициялық нефриттер бізде 80% жағдайда созылмалы бүйрек жетіспеушілігін тудырады. Сонымен қатар жиі кездесетін себептеріне қант диабеті, бүйрек поликистозы және амилоидоз жатады. Енді патогенезіне келетін болса, созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің патогенезі организмде 8 түрлі өзгеріспен көрініс береді. Оның біріншісі зат алмасу өнімдері және азот шылақтары организмде жиналып қалады. Қалыпты жағдайда зат алмасу өнімдері және азот шылақтары тек қана бүйрек арқылы сыртқа шығарылып отырады. Бірақ созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезінде мочевина, креатинин, несеп қышқылы организмде жиналып, организмге улы әсерді қалдырады. Келесі ол су электролит тепе-теңдігінің бұзылысы. Бұл кезде бүйректің концентрациялық қызметі бұзылады. Соның нәтижесінде бастапқы кезде полиурия болады. Кейін несеп бөлудің ырғағы бұзылуының нәтижесінде никтурия, одан кейін изостенурия, одан кейін гипостенурия пайда болады. Изостенурия, яғни несептің салыстырмалы тығыздығы 1,10, 1,12 болады, ал гипостенурия кезінде несептің салыстырмалы тығыздығы 1,8 болады. Терминалды сатысында олигурия және анурия болады, яғни несептің мүлдем шықпай қалуы болуы мүмкін. Келесі үшінші өзгеріс ол натрий секрециясының бұзылысы. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі үдей келе натрийдің адам организмінен шығып кетуі үдейді, соның нәтижесінде тұз тапшылық күйі болады. Ал керісінше терминалды сатысы кезінде натрийдің ағзада жиналуы көбейеді, соның нәтижесінде ағзада гипертония, яғни артериялық қан қысымының көтерілуі болады. Келесі төртінші ол калий секрециясының бұзылуы. Бастапқы кезде полиурияның болуына байланысты ағзада гипокалемия, яғни калийде полиурия кезінде шығып кетеді. Сондықтан да бастапқы кезде гипокалемия, ал терминалды сатысында гиперкалемия болады. Бұларды біз клиникалық көріністер арқылы ажыратуымызға болады. Гипокалемия кезінде бұлшықеттердің әлсіздігі, құрысулар, гипервентиляция, сонымен қатар ентігу болады. Ал гиперкалемия кезде ағзада гипотония және брадикардия болады. Келесі ол қышқыл негізді тепе-теңдіктің бұзылысы. Организмнен бейкарбонаттардың несеп арқылы шығып кетуі жүреді. Соның нәтижесінде метаболизмдік ацидоз болады. Бейкарбонаттардың несеппен шығарылуы бұл карбоангидраза деген ферменттің жеткіліксіздігінің нәтижесінен. Себебі карбоангидраза бұл қалыпты жағдайда бейкарбонаттарды бүйрек арқылы реабсорбциялайды. Бірақ осы ферменттің жеткіліксіздігі кезінде бейкарбонаттардың бүйрек арқылы реабсорбциясы жүрмей, олардың бірден несеп арқылы шығарылуы жүреді. Келесі ол H+ және де органикалық қышқыл секрециясының азаюы бізде ацидозды тудырады. Бұны біз лабораториялық көріністер арқылы көруімізге болады. Қан плазмасының pH бізде 7,135-тен кіші, несептің pH 4,8 және де 5-тен кіші, СО2-ның деңгейі төмендеп кетеді және стандартты бейкарбонаттың мөлшері 20-дан аз болады. Келесі ол кальций фосфор алмасуының бұзылысы. Қалыпты жағдайда бүйректе D витамині D3 белсендірілген формаға айналады. D3 кальцийді бізде сүйекке және ішекке сіңірілуге атсалысады. Бірақ та осы созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезінде D3 түзілмегендіктен кальцийдің ішекте және сүйекте сіңірілуі болмайды. Соның нәтижесінде гипокальцемия және гиперфосфатемия болады. Келесі ол эритропоетин гормонының төмендеуі, яғни бүйрек бізде аз мөлшерде болсын эритропоетин гормонын өндіреді, бірақ та созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезінде мүлдем бұл гормон өндірілмей қалады. Келесі ол ренин өндірілуі, яғни бұл созылмалы бүйрек жетіспеушілігі ренин өндірілуіне әсер етпейді, яғни рениннің өндірілуі тоқтамай жүзеге аса бастайды. Соның нәтижесінде ағзада артериалды гипертензия болады. Артериалды гипертензияның болуына тек қана рениннің өндірілуі ғана емес,
сонымен қатар натрийдің ағзада жиналуы да алып келеді. соның нәтижесінде де гипертония болады.